бүгін сіздерге екі банк картасын қалай қолдануға болады, енді қалай қосымша тағы бір банк картасын добавить етуге болады, соны көрсетемін. Оның үшін қазір Pinduoduo сайтына кіреміз. Pinduoduo сайтына кірген кезде мына смайлик басамыз. Басқаннан кейін мына жерде мынандай жазып тұрады. Осыны басамыз. Мынаны басамыз, осыны басамыз. Басқаннан кейін осыны жазып шығады. Мына жерде мынаны басамыз, сосын мынаны. Басқан кезде добавить етілген картамыз тұрады, ішінде көрдіңіздер ғой. Қазір мен тағы басқа карта добавить етуге көрсетеміз. Оның үшін мынаны басамыз. Қосымша добавить дегенді басамыз. Бұл жерде төлем паролін сұрайды. Төлем паролін тіркегеннен кейін астына түсесіздер. Мына жерде картаңызды жазасыз, яғни қосымша өзіңіздің атыңызға ашылған картаның нөмірін жазасыз. Қазір мен ар жақтан алып келіп алып, мына жерге жаңа копировать етілгенді добавить етеміз. Мынаны бастап, ставь деген шығады, осыны добавить етеміз. Мына шықты. Енді ары қарай мынаны басамыз. Сосын мына жерде уже картаның данныйларын енгізесіз. Аты жөніңіз, мына жерге срок годность, мына жерге картаның аты жағындағы 3 нөмір жазасыз. Қазір мен өзімнің аты жөнімді жазамын. Өзімдікін жаздық. Мына жерге срок годность тереміз. Мына жерге сол картаның атындағы 3 нөмір жазамыз. Болды, данныйларды жазып қойдық. Енді мына сақтау дегенді басамыз. Мынаны бастық. Добавить етілді, көрдіңіздер. Осылай карталарыңызды, өздеріңіз атыңызға ашылған картаны осылай қосымша добавить етіп төлем жасай берсеңіздер болады. Ал енді кей жағдайларда картаны өшіру керек болады. Оны басқа отдельный видео жасаймын, басқа бөлек. Соған қарап жасайсыздар. Яғни привязка болып тұрған картаны отвязка жасаймыз. Жақсы, сау болыңыздар.